Қазақстан бірлікке бастаған байрақты ел. Қаншама этнос өкілдерін бөліп жармай, бір шаңырақ астында құшағына алған қазақ елінің даңқы бүгінгі күнде әлемге әйгілі. Өзінің кең дархан даласындай пейілі кең қазақ халқы талай-талай белестерді бағындыра білді. Кез келген даму қауіпсіз өмір жағдайында орын алады. Қоғамдағы басты құндылық адам өмірі. Адамзатқа қауіп төнген жағдайда маңызды деп саналған басқа қажеттіліктер өз мәнін жояды. Толеранттылық әлемдегі мәдениеттердің бай көптүрлілігін құрметтеу, қабылдау және дұрыс түсіну. Бұл тек моральдық борыш қана емес, сонымен бірге саяси және құқықтық қажеттілік. Толеранттылық бұл соғыс мәдениетін бейбітшілік мәдениетімен ауыстыруға мүмкіндік беретін игілік. Қазақстан Республикасы өз тәуелсіздігін алған алғашқы күннен бастап, осы стратегияға басымдық беріп, көп этносты, поликонфессиялы мемлекет ретінде келісім жолын таңдап алды. Ұлтына, тіліне, дініне қарамастан, Қазақстанда тұрып жатқан әрбір жанның осы елдің нағыз азаматы екенін сезінуге барлық жағдай жасалды. Өз тарапынан Қызылорда облысын мекендейтін түрлі этнос пен конфессия өкілдері тәуелсіздіктің орнығуына бір кісідей еңбек етіп келеді. Діни толеранттылық өзіңдегі өзгешелікті жою деген мағынада емес, өзіңнің өзгешелігіңді сақтай отырып, өзгелердің де өмір сүруге құқықтары бар екенін мойындау, төзімділік танытыңыз. Айырмашылықтарды қабылдаңыз және құрметтеңіз.